Саламатсыздар балдар. Қазақ тілі пәні 130 сабақ 48 өлең 48 жаттығу өлеңді мәнерлеп оқы. Жазғы саяхат жыры. Асқар тау, ну орман, айдын көл, асыл кең, көгегін самал жел. Жарқын жаз шақырды қол бұлғап, жас ұлан бізге кел, бізге кел. Жол ашық, көңіл шат, ол сергек, келеміз жорықта серуендеп, ұлы отан, жер қандай тамаша, көркейткен жемісті ұл еңбек. Жас ұлан, кел біздің қатарға, дайындал жол ұзақ сапарға, жан қияр ерлерше өсеміз, жан күшін арнаймыз отанға. Мұзаппар Әлімбай. Өлеңнің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды анықта, автордың ойымен келісесің бе? Жаздан не күтесің? Жазға демалысты мен не үшін күтемін тақырыбына шағын әңгіме құрастырып жаз. Ұлан, ну, сергек, жанқияр сөздердің мағынасын түсіндірме сөзден анықта. Жазға демалысты мен не үшін күтемін? Мен жазға демалысты асыға күтемін. Себебі ол кезде атам мен апамның ауылына барамын. Ол кісілерге көмектесемін. Сол жақтағы балалармен дарияға барып шомыламыз, балық аулаймыз. Маған ол жақта өте қызықты. Ну, қалың орман, жас ұлан, жеткіншек, жасөспірім, сергек. Зерек, ұққыш деген мағына білдіреді. Жанқияр дегеніміз батыл, өзек деген мағынада айтылып тұр. Жұмбақтың шешуі тап, 4 ұзын аяғы бар, басында тарам таяғы бар. Қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой. Сөз таптарына және сөйлем мүшелеріне талда дейді. 4 ұзын аяғы бар, басында тарам таяғы бар. Бұғы. Жұмбақтың шешуі бұғы, 4 сан есім, ұзын сын есім, аяғы зат есім. Бар, бұл зат есімнен болған етістік. 50-ші жаттыға қараймыз. Мақалдардың жалғасын тауып жаз дейді. 7 рет өлшеп, 1 рет кес. Аңдамай сөйлеген ауырмай өледі. Татулық табылмас бақыт. Жақсыда кек жоқ. Оқушының хатын оқы. Сәлеметсің бе Айдар? Кітабың үшін рахмет. Өте қызықты екен. Халің қалай? Сабағың ше? Бассейнге барып жүрсің бе? Мен де жүзуді үйреніп жүрмін. Мен Жандоспен доспын. Екеуміз бірге ойнаймыз, сабаққа бірге дайындаламыз. Алда жазғы темамыз. Демалуға қайда барасың? Бізге қонаққа кел, досың рахат. Хаттағы қаратпа сөз ата, хаттың әр бөлігінде не айтылған дейді. Бұл хаттағы қаратпа сөз сәлеметсің бе? Яғни қаратпа сөз үтір арқылы жазылады, балалар. Яғни бұл жерде Айдар, сәлеметсің бе? Үтір Айдар. Яғни Айдарды өзіне қаратып айтып тұр, Айдар сөйлем соңында келіп тұр. Сол себептен қаратпа сөздің алдында үтір болады, балалар. Келесі, досыңа не туыстарыңның біріне хат жаз. Хатта мектебін қалай оқитыны және қалай демалатының туралы хабарла. Сәлеметсің бе әзірет? Жіберген хатыңды алдым, рахмет. Халің қалай? Сабағың жақсы ма? Үйірмеге барып жүрсің бе? Мен де ағылшыннан үйірмеге барып жүрмін. Менің бұл жақта Хақназар деген досым бар. Екеуміз сабаққа бірге дайындаламыз. Бізге Астанаға қонаққа кел. Досың Сұлтан. Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Алдағы сабақтарымызда жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.